сіздермен мен Женерке Сағымжан, министрліктің осы аптадағы айтулы жаңалықтармен таныстыратын боламын. Министр Қайырбек Өскенбаев, қажылық және умра министрі Тауфик бин Фаузан бин Мухаммед Аль-Рабия бастаған Сауд Арабиясының делегациясымен кездесті. Кездесу барысында тараптар екі ел арасындағы әуе тасымалының одан әрмен арттыру және ұшу географиясын кеңейту тұрғысында келіссөздер жүргізді. Қазақстанда жолаушылар тасымалы қалыпты режимде жүргізілуде. Бұл туралы Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің баспасөз хатшысы Жанжігіт Омархан Facebook парақшасында мәлімдеді. Министрлік өкілінің айтуынша, бүгінде еліміздің барлық көлік инфрақұрылымының штатын режимде жұмыс істеуде. Индустриялық даму комитетінің төрағасы Ильяс Успанов түрік компаниясының басқарма төрағасы Фатих Фуртунмен кездесті. Кездесу барысында тараптар респираторлар өндірісі бойынша жобаны іске асыру жайында талқылады. Жаңа кәсіпорын Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағында орналасқан. Бүгінде құрылыс жұмыстары аяқталып, жобаны ағымдағы жылдың қазан айында іске қосу жоспарлануда. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде ашық сағат алаңы шеңберінде көлік комитеті төрағасының орынбасары Нұркенов Хайриден Zoom форматында жолаушылардың тасымалдаушыларының өкілдерімен, операторларымен және вагон өндірушілерімен жолаушылар вагондарын жаңарту әрі теміржол кластерін құру бойынша кездесу өткізді. Кездесу барысында қатысушылар жолаушылардың вагондарын жаңарту және теміржол кластерін құру мәселелерін талқыланды. Комитет төрағасының орынбасары жолаушылар вагондарының техникалық жағдайына назар аударды. Министр Қайырбек Өскенбаев онлайн және офлайн форматында азаматтарды жеке қабылдауды өткізді. Өңір тұрғындары министрге жалдамалы тұрғын үй құрылысы, сондай-ақ жолдар мен абаттандыру мәселесі бойынша сұрақтарын қойды. Министр қаралған әрбір өтініш бойынша құрылымдық бөлімшелердің басшыларына тапсырма беріп, өтініш білдірген азаматтардың көтерілген мәселелерінің шешімін жеке бақылауына алатынын сендірді. Министрліктің осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.